Топ деп осымен ары қарай қызық жаққа өтеміз. Соңғы жаққа кейс стади әдісі мақала жазу. Кім мақала жазды осы сабаққа деп біреулер бар ма? Кім айта алады қолын өзін? Қандай тақырыпта жаздыңдар? Қалай болды зерттеуіңіз? Айтып бересіз бе? Қызық болды ма? Мындай. Барымыз да бұл үшін зерттеу қызық тұр ма? Так, білдім. Негізі оны бір жыл бұрын жазған болатынбыз, яғни группада, және де адамдардың подсознаниясы Netflix-тің қолданатындай артворктары, жаңағыдай бірінші бетінде тұратын рекламалары қалай әсер ететіні жайлы зерттеу жұмысын жасаған болатынбыз. Негізі өте қызық болды. Нәтиже қалай болды? Қандай әсер шықты, қорытындылар шықты сіздерде? Топты жұмыс болғанда қорытынды шыққан жоқ? Бізде қорытынды, есімде қалғаны Netflix-тің триктері болды. Яғни шрифтардың жаңағыдай өзгеше болуы. Например, мынандай нәрсе, өте қызық информация. Егер де сіз бір 2-3 фильм көрдіңіз, және де сол фильмнің шрифті сіздің подсознанияңызда қалып қалады. И келесі жолы Netflix егер де бір фильмді сізге көрсеткісі келсе, сол фильмді тура алдыңғы 3-4 шрифтқа сай береді сізге. Получается, шрифттарын өзгерту арқылы сіздің подсознанияңызға әсер етеді. Сол сияқты бұл өте бір ең кішкентай түрі, бірақ өте көп түріктері бар. Керемет. Сізге бізде Амай университетінде нейромаркетинг деген лаборатория бар. Сол жақта жаңағы адамдардың шрифтті, жалпы дизайнерлік маркетингті қабылдауын үйретеді. Егер жобалардың өзінде қызық болып жатса, сол жаққа келіп, зерттеу жүргізуге ұсынсаңыз болады. Зерттеу деген өте күшті тақырып екен. Енді қараңыздар, бұл бізде Netflix, бір компанияның мысалында, бұл бізде кейс стади дейді. Яғни, мысал келтірген, бұл шәуілдердегі автобустың бекетінің жағдайы негізінде қазір автобусқа шолу. Сіздерге қызық болсын деп айтып қойдым. Кейс стади деген бұл бір кәсіпорын мысалындағы немесе бір жағдайдағы мысалындағы зерттеу жұмысы. Дебатта қызық болады. Андай болады, бір пікірсайысшы алады да, бір жағдайда бір фактты барлық ойынға салып шығады ғой. Бір мысалды. Қарсы түскен кезде жаңағы нені біліп тұрасың. Тамам дейсің ғой, қазір білесің. Немесе керісінше қалай болады, бізде пікірсайысшы жақсы көреді. Бір елде статистика бойынша өлім деңгейі қанша пайыз болыпты. Себебі бұл елде көбірек жаңағыдай, допустим, Петросвет әңгімесін көріпті. Ендеше Петросвет әңгімесін басқа жақта көретін болса, ол енді өлім көбейеді дейді. И болды, ана ойлайды, аргумент дәлелдедім деп. Сол кезде сіздер нендей қарсы айтасыздар? Қандай қарсы айтуға болады? Жақсы, тағы да? Жақындап қалдыңыз? Дөп қарсы керек, осыған жеп. Ал? Дихотомия? Қиын жеп па? Дұрысында, білем осы, әдейіп тұр. Пікірсайыста, құдайға шүкір жақсы көретін кезде, бұрында оны айтпайтын. Корреляция жоқ, байланыс жоқ. Яғни, бірақ бұндай сіз болсаңыз, қорықпаңыз, ол жаман емес, ол жақсы. Ол қай жақта жақсы, ол жаңағыдай ғылыми жұмыс жасаған кезде. То есть, бір кейстің негізінде сіздер жалпылама ситуацияға шоу жасай аласыздар. То есть, нақты дәлелдеп бере алмайсыздар, бірақ шоу істеп бере аласыздар. Бұл не үшін керек? Бұл менің жалпы ғылыми әлемде зерттелмеген тақырыптарды зерттеу үшін керек. Мысал ретінде қараңыздар, не айтсақ болады? СДУ Алматы орналасқан. Қазақстанда бұл университет көп қой, қалай орналасқан? Жоқ. Текелде университет бар жатаспасам, мегап университет бар. Мысал ретінде СДУ-дің мысалында, СДУ студенттің үлгерімінің мысалымен, СДУ үлгерімімен және де, допустим, АГУ немесе нархоздың салыстыру арқылы үлгерімдерін бір критерий ретінде қалада қанша орналасып қарастырсаңыздар болады. Бұл кейс стади. То есть сіздер дәлелдеп бересіздер. Вот мына жақта сыртта көңіл тұратын болса балалар, олар андай түрлі көңілді аударатын дүниелерге көңіл аудармайды да оқиды көбірек деген сияқты тұжырым ұсынуға болады мысал ретінде. То есть сіздер пікірсайыста бағанағыда егер факті қолдана беретін пікірсайысшы болсаңыз, онда мақала жазсаңыз болады өз тақырыпта. Мына бәлені кім біледі? Имрат деген. Имрат түріктің аты емес ол. Имрат деген бұл білесіз, айтып бересіз ба бізге?
Аха. 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 Саяси тесік келе ме? Тура келеді, иә. Яғни имрат уақытыңыз есіңізде деп ойлаймын. Кіріспе, зерттеу әдістері, нәтиже және талдау. Осы құрылым қазір бізде андай негізгі құрылым бұл формат қой, дебаттың форматы сияқты ғылыми мақала жазудың негізгі форматы. Бұл өзгеруі мүмкін, басқасы мүмкін, бірақ біліп жүріңіздер. Ертең университетке түскен кезде сұрап қалуы мүмкін, иә? Жоқ, жазасыздар бәрі осымен, осы құрым жазасыздар. Отчеттарда, дипломда, мақалаңда. Келесі. Оқытушында соңғы екінші сабақ беріп жүргенде жауап осы келесілер түсіндірді басқасы бізде кітапхана бар. Так, ол болса оның осыны. Болыпты, бүгінгі нені аяқтайық. Менің тақырыбымды ғылыми жұмыстағы пікірсайыс технологиясын қолдану. Маған түсіндіргенге сіздерде қандай сұрақ бар жалпы бүгінгі дәріс бойынша? Кімде бір ой туындады, пікір, сұрақ, қарсылық болса күшті болды. Жалпы ғылыми тақырып көп жағдайда ұйықтыратын тақырып. Бірақ тақырыбыңыз қызық болса, маған Netflix сияқты, иә? Менде студенттердің ішінде бір бала өзі көкпарды жақсы көреді, қазір тақырып алып жатыр. Ұлттық спорт көкпарды дамытудың технологиялар, маркетингтен дамыту жолын іздеп жатыр. Мен сияқты. Тағы да не? Енді айтатын мәселе бар. Шынымен қазіргі уақытта мен сіздерге не үшін бұны барынша түсіндіріп отырмын? Өйткені көптеген оқу орындары, сөздің турасында кетейік, әлемдік рейтингке танымал журналдарға студенттердің немесе өздерінің мақалаларын жариялауын қалайды. Бізде, мен есімде, мысалы бірнеше жерде көрдім, мына кісінің мынандай мақаласы мына журналға жарияланыпты. Қуанып жатыр. Бірақ сұрақ жоқ, ол қандай мақала? Не туралы мақала? Мысалы, оның не пайдасы бар бізге? Жалпы өмірде бағана айттық қой, мәселе басына басып білесіздер ғой. Ол может 5%-ден 6%-ға көтеріп берді ме бізге? Немесе ол бағана қаскелең мәселесін шешті ме? Жоқ, ол просто болуы мүмкін. Мына жердегі, білмеймін, адам басын жұмаса қанша уақытта кетшіп келетін тақырып. Иә, сондай бір тақырып болуы мүмкін. Дейсің де жарайды. Керемет зерттеуші екенсің. Бізге осындай зерттеуші керек Қазақстанға, иә? Мысалы, ол да бір қызық тақырып негізі ойланып қалсақ. Көріп тұрсыздар ғой, иә? Ради мақалаға жариялану, өзінің рейтингісін көтеру, оқу орнының басқасын көтеру үшін, галочка үшін ғана болатын процесс бізде көбейіп кеткен, да? Және бүгінгі менің негізгі осы пікірсайысшыларға келген жалпы айтылуының негізгі осы презентация мақсаты сіздерге барынша не тақырып алсаңыздар да ішіңізден шыққан креатив тақырып алыңыздар. Зерттеуге тырысыңыздар. Оны бір өзгертуге тырысыңыздар. Енді сұрақ жоқ болса, мен сіздерге бір керемет. Эссе тақырыбына сайта алайықшы. Эссені жазған кезде ақпараттың Россияны алып көмей жазатын жазушылар болады. Және де теріп компьютерден жазатын жазушылар бар. Енді екеуінің айырмашылығы бар ма? Қайсы бізге эффективті келісе алады, және де айырмашылығы болса қандай? Жақсы. Бұл жақта еще үшінші не бар, адамдар мүлде жазбайтын адам болады. Мысалға, бүгін келмей қалуым осы жағдайға байланысты Нұрсұлтан Насипат деген пікірсайысшы ағамыз. Бұл кісі турнирде қызық болды. Мен осы кісіні көре шыққанмын деп. Үйретіңіз сіздің мынандай болады ғой бір пікірсайыс ол кісі ол кезде кәдімгі халықтап жүрген әулие болған үшін шыққан турнирде. Сол бәрі келісті, ол кісі Нұрсұлтанға келісіп беріңізші дейді да. Ол кісі мен айналмаған кейс жоқ дейді да. Шынымен де қолында ол телефонын қылып жоқ. Жүре береді, сонымен маған айналу деген ол кісі, бірақ мен ол кезде тоже жұмыс бабымен дайындалғаным дұрыс. Бір күн ғана дайындалдым, тек қана ертең қараларына. Сөйтсем қаралардың орнына ауысып кетіп, сөйтіп дайындалмаған ойынға түсіп қалдық. Мен ішінен отырмын, аргентина деген дайындалып қойғам. Қаша болып отырмын, қазір алған жақта басқа тоже соңғы сессия алып қойған. Қазір қаша болып ұтыламын деп ішінен ұялып тұрмын. Бір уақытта қайда Түркияны аламыз дейді да. Аргументтерді сіз жазып беріп, маған қағазға бере салады да, өзі шығып сөйлей береді ғой. Мен ол кісіні тыңдаймын, ол кісі айтқан аргументтерге өзім отырып отырамын, ойымнан келген бәрін. Сөйтіп шығып қарап кетемін да, сөйтіп сұраймын, қалай бұл десем, сөйтсем ол кісі кейстерді құрады екен.
жазады екен, қағазға осы басқа мұжда қосады екен. Сосын өзі жаттырып береді екен. Түсіндіңіз бе? Бұл енді өте ауыр негізі, бірақ басында қиын болады, уақыт өте оңай болады. Енді бағанаға қатысты. Мен бізге қазіргі ғылым министрі, жоғарғы ғылым министрі Саясат Нұрбек деген кісі кезінде қоғам лекция жобасын ұйымдастырғанда бізге келген. Ол кезде ол кісі аса бір қатты бір танымал болмаған кезде еді. Сол кезде бір қызықты мәселе айтқан ол кісі Силиконовая долина деген білесіздер ғой, яғни Apple, Facebook орналасқан бір жер ғой, аудан. Сол ауданда бүкіл ірі әлемнің технология компания орналасқан, және стартаптар орналасқан. Сол жерде ол кісі айтады, мен қарасам, барлық жас мамандар, студенттер А4 планшет бар ғой, планшет андай электронды емес, қағаз. Сол қағазға карандашпен сызып жүр екен. Сонымен ештеңе ойлап қалдым дейді, ол байқұстар ма екен, планшет алмай жүрген, жармай жүрген деп. Сөйтсе, сұрадым дейді, қызық болып, неге олар мысалы технология ортада өмір сүреді? Мысалы, Apple өнімдері бізден бұрын пайда болған. Неге олар онымен жазбайды? Сөйтсе, айтады бір кісі, когда адам парақшаға, қағазға жазған кезде, оның шығармашылық дамуы көбірек дамиды. Ал бұл бір топ, бір тип адамдарға жазу, вообще ерінің жазуға. Мүмкін, ол да бар. Ол да біледі. Келесі, екінші электронды жазу деген, енді пікірсайыста мен біздің болған жағдар электронды жазу керек. Тек қана бір топтан мысалы, екі олар қазір көріп тұрайды. UAV деп ат болды. Кейсін әрқашан электронды жазатын ғалымдар. Енді мына жақта меселерге беріп қойдым. Электронды жазып көру. Неге? Өйткені сіздердің кейстеріңіз бір ада болатын конференция, мақалаға пакет баса, қош жүрге болады да, жария жүрге болады. Сол себепті. Енді үшеуінің айырмашылығын сұраққа жауап берейік енді. Үшеуінің бірмен айырмашылығын түсінесіздер, иә? Жалпы, егер сіз бұл айтқан андай ғой, кому как удобно ғой негізі олар. Кімге ыңғайлы. Енді бірақ деңгей жағынан ең ыңғайлы қолдану ең тиімдісі негізі жазу қағазға. Өйткені шығармашылық дамисыз, біріншіден, екіншіден почеркіңізді түсінуді үйренесіз өзіңіздің. Үшіншіден, бұл сізге бір күшті бір әсер береді. Кейстар жүрсең, қолыңа алтын бар сияқты, бір маңызды құжат, бір қазмұнайгаздың кәсіптің акциясы сияқты қалғанмен салып жүресің, иә. Электронды тіпті келемейді. Бірақ электрондыға жазуға көп адам біріншіден ыңғайлы келмейді әрқашан. Бірақ электрондың шарапаты бағанағыда айтқандай, ол мақала ретінде шығарып тастауға болады, ол жалпы құрылымды пост ретінде шығаруға да болады ол кейсті. Егер кейсіңіздің фактілері дезинформация болмаса әрине. Сол. Ал ең негізінде мен өзім ойымша ең оптималды ол ең керемет нұрсұлтан ағаның ол пікірсайысқа шынайы көмектеседі өмірде. Когда кейс жазасың, қағазды бұлжисың, сай саласың, ойыңа шыға саласың. Басында отырасың, басында бір семестр немесе бір жыл бойы іріктеуден шықпай жүріп жүрсің. Бірақ осыған машықтанып алсаң, да апайымды қойып саған кейске 15 минут дайындық деген 15 сағат дайындық көріп саған. Оңай болады. Ал сұрақтар ма? Қандай сұрақтарыңыз бар? Қандай ойыңыз бар? Ага. Мне кажется, убеждение вернее сияқты жаспундар отыр, андай өздеріне уверенность каталог обязательно жақсы, бұл өте дұрыс айтасыз. Енді бұл жақта андай зат қой, приоритет мәселесі, пікірсайысқа келудегі соған келейік. Көп жағдай келіп, пікірсайысшыларда туа бітеміз, келесі жас буын болысыға мен жеңу керекпін, мен бүкіл ойындарда тек қана жеңу керекпін деген установка болады, иә? Ой болады, мен мына ойыннан отырсам бітті трагедия уже болды, ақырет деген ой болады. Енді мәселе мынада ғой, бүгінгі мен айтып отқан дүние, бұл бірінші ретте таңдаулы экономистердің жоғарғы пікірсайыс мектебінің принциптері. Ол мектеп, ол дебат клубы емес, ол мектеп, ол туса емес, ол үйім емес. Мектеп болғаннан кейін қалыптасқан өз ережелері бар. Және бізде пікірсайысшылар үшін, енді қазіргі буындар білмеймін енді, бірақ кем дегенде біздің мектепте оқыту кезеңінде негізгі талап ол құр ойында жеңу емес. Жаңағыдай мысалға шайып кетуден қорқу, ойында ол адами фактор бар ғой, ол болады. Бізде маңызды осы тыңдаулылық деген зат, оғандай сырттан білмейтін адамдар ойлайтын шығар, бұлар не өздері бага избран деп алынға деп. Сондай ой болады, тыңдау жоқ, ол әріптерге деген сөз. Кім осындай талаптарға сәйкес жүре алады, осы талаптармен өз-өзіне талап қойып алады. Сырттан қойған емес. Мен сіздерге айтқан жоқпын, өз-өзіңе қойып қойды. Жоқ, көріңіздер. Бірақ қызық болады.
пікірсайысты қызық қылудың амалдары көп. Жеке басым пікірсайысқа келуімнің мақсаты ол бізде жиналыс дүйсенбі четверг болып тұратын. Басында ғана фақат дебат деген түсінбеген кезде әрбір дүйсенбі және бейсенбі күндері кешке бір апта бойы оқыған білгенімді ойымды шығару, энергияны шығару басқа болатын. Графикпен келгенбіз. Мен сияқты деген жігіттер көп. Нұрмұхамед Маманов бар, Жұмабай Алшек деген қатарлы жігіттер бар. Яғни барлығы ретке байланысты өздеріңіз қоятын пікірсайыста. Иә, мүмкін пікірсайыста мен тек қана жеңіске жету керекпін, басқасы дейтін болса, онда лучше подстраховаться и вообще электронный кейс жасап беру керек. Сол. Аха, тағы қандай келіспейтін пікір бар? Жақсы. Ендеше мынадан бастайық, практикалық жаттығулар. Бірінші кейсті бірінші қолмен қаза түсу. Бірінші қолмен жазыңыздар, өте маңызды. Кейс электронды жазып тұру. Үшіншісі парақша арна жүргізу. Пікірсайысшылар бұлар лидер мини болған адамдар. Пікірсайысшылардың ойлары өте өткір, өте бір жаяды пікірсайысқа келмейді негізі. Өз ойы жоқ, пікірі жоқ, айтқысы келіп жүретін адам болмаса пікірсайысқа келе бермейді ол жағдайда. Яғни мен ұсынамын жалпы пікірсайысшыларға әлеуметтік желілерде Telegram болсын, басқасы болсын, барынша арна жүргізіңіздер және текст жазыңыздар. Бұл кейс қорғауға көмектеседі. Бірден, екіншіден сіздерді мүмкін өз салаңызға маман ретінде қалыптастыруға көмектеседі. Бұл не үшін айтып отырмын? Мынандай қызық жағдай болды. Бағана жазып қойдым, қаржыгер деп. Мен қаржыгер емеспін. Мен маркетингте өмір бойы оқыған адаммын. Пікірсайыста, тарих десе болатын шығар. Бірақ қаржыда жоқпын. Бірақ бізде пікірсайыста мен қасымда пікірсайысшы емес көп жағдайда төреші болған екі жігіт бар. Самат Алдияр және Сақтан Алихан деген. Біреуі қазір ұлттық банктың оқуында жүр, қаржы бойынша. Екіншісі аудитор маманы жұмыс істейді. Және мен кез келген журналистер маған шыққан кезде, жаңағыдай доллардың көтерілуі, көбеюі, басқасы деген кезде мен бірінші рет осы сіздерге жүгінемін да. Одан кейін солардың айтқан затын өз кейсімен саламын да айтып беремін. Сөйтіп қаржыгер болып кетіппіз да. Сонымен жігіттерге айтамын, жігіттер, ендігі жолы сіздерге жіберемін журналистер деймін да. Неге өйткені мен қаржыгер емеспін. Маған ертең мен өстіп сіздердің пікірлеріңізді негіздеп бүгін қаржылық пікірді айтып отырсам, ол қате болып қалса, адамдар долларды теңге алып қойып, кстати, доллар құлдырап жатыр, кстати, байқап, теңге құлдырап жатыр. Вот біреу может мен дұрыс емес тыңдап, жоғары айтып қоятын болса, онда бітті. Ертең мен көп адамның қол алмай қаламын. Сол себепті сіздер жүргізбейсіздер ме деп әлі күнге шейін түсіп жүрмін да. Енді олар уже жасы келген, тұрды қиындау, а сіздер жассыздар. Telegram, YouTube қиындау кішкене. Instagram, Telegram, ВКонтакте ешкім отырмайды. Сол жақтарда барынша жүргізуге тырысыңыздар. Бұл біріншіден сіздерге кейс, екіншіден ол не қалыптастырады. Кстати, мен подтақырыпша ретінде айтып кетейін, пікірсайыстағы жеке бренд деген өте маңызды. Білесіздер, иә. Бізде Нұрмұхамед деген жігіт болған, кім таниды Нұрмұхамед Маманов деген кісіні. Біз Нұрмұхамед Мамановты өзінің кезінде бейресми Алматы пікірсайысының батясы деген ат қойып алғанбыз. Сөйтіп барлық парақшаларға айди сөйтіп салатынбыз. Қызық болады да реакция. Сөйтсе уақыт өте кетті, шынымен ол кісіні қабылдап кетті адамдар. Кәдімгідей бір пікірсайыстың негізі ол кісі, онсыз да сондай, ол мектеп егесімен алған кісі. Яғни жеке имидждің рөлі пікірсайыста ол болашақта өте маңызды. Қазір мысалға Ерболат Мұхамеджан деген кісі бар, кім біледі? Жас поколение білмейді. Көп жағдайда ол ТО-ның бұрынғы түлегі пікірсайыс ұйымдастырады телевизорда, ютубта. Сол кісі пікірсайыспен қалыптастырған. Келесі кейстерді конференцияларға, форумдарға, журналдарға, жарияларға жіберіп тұру. Адам тұрған турниріңіз болса, кейстерді не үшін құрдым деп қағазды уақытта жесеңіз, асықпаңыздар. Алыңыздар да электрон енгізіңіздер де мұғалімден сұраңыздар. Абай қандай форумға, конференцияға неге қатысса болады деп топеп жазсаңыздар. Егер күшті болып жатса, мүмкін ол сіздерге тақырыптарыңыз болады. Соңғысы саяси механизмдерді қолданатын кейс чемпионат, хакатон, олимпиадаларға қатысыңыздар. Өте керек. Мен есімде 2017 жылы біз Алматы қаласы хакатоны болған, Алматы қаласының мәселелері деген соғылықта біз Эвертонның істі бастағанға, біз мынандай Эверді ұсынғанбыз. Біз Эвертон ол кезде енді әлі ақшасын жымқырып бастамаған, әлі ары болып кісілер. Сол кезде біз ұсынғанбыз Тавардан саяхатқа дейін, Қаскелеңнен Сайрамға дейін, және Қапшағайдан Сейфуллин Ташкентскийға дейінгі Эверді салуды ұсынғанбыз. Таза саяси механизм ұсындық. Өтті ол кезде. Бұл бір тәжірибе болды, бұл бір ой болды. Кейін осы жобаларға өзіміздің ойымызды ұсыну. Сол себепті жалпы қазір байқам көптеген студенттер қозғалуға
қиналады, иә, іс-шараға баруға, келуге, иә, мысалы қиын, иә, шынымен де уақытыңды бөліп, оған жолыңды құртып, энергияңды құртып, өстіп келіп отырып, иә, бір ағайларды тыңдап, олар не айтып жатыр деп сұрақ қойып тұру, ол негізі әр адамның бір жеке эгосына бір не бермейді, жібере бермейді әрқашан. Но бірақ кім белсенді, кім істейді, негізі сол бәйге сонікі. Сіз бәйге болып жатыр, жылқыға шығып жатыр. Ана бір айнап қосыла саламын деген өтпейді қазір. Неге? Өйткені сіздер көпсіздер. Қай жылғысыздар көп деміз? Қай жылғысыздар? 3, 4, 5. Бейби бум ғой, Қазақстандағы бейби бумның несі ғой, нәтижесі да. Сіз мысалы, біздің кезеңде бір группада 10 адам болса, ол көп адам дейміз. Қазір бір группада 20 адам болды. Бейби бум көп. Паразит фильмін көрдіңіздер ма? Паразитті көресіз да? Жалпы аниме көріп тұрған қарағаныңыздар? Ол шалға дейді да. Байқасаңыздар, Паразит фильмінде сцена болып, ана жігіт барады пиццерия, пицца tashish жұмыс үшін басында көздеді. Мені жұмысқа алыңызшы дейді. Бірақ ол жігіттің жоғары білімі бар. Оның әпкесінің жоғары білімі бар. Барлығының жоғары білімдері бар. Жұмысқа алып қойшы. Неге? Өйткені Кореяда адам көп, нарық бәсекелестік жоғары да. Сенің бакалавр дипломын алып беру, ол кепілдік бермейді саған. Бірақ қазақстанда жағдай сәл басқа болып, Құдайға шүкір. Бірақ біз соған бара жатырмыз. Өйткені біз экономика басқа бағытта. Сол уақыт мен көп айтып қойып жүрмін. Сұрақ қойыңыз, иә. Давайте байыпек тақырыпты біз мынандай бар, пікірсайыста біздің кезеңде бір проблема болды. Осыған аналогия айтайын сізге. Я проблема дегенде қалай? Сол 2018-19 жылдар білесіздер ме? Tender First, бизнес тренинг, трансформатор ма, уже білмеймін, трансформатор, бірдеңке аппарат деген айтып неше түрлі аттармен бизнес толқында көбейіп кетті да. Сөйтіп мықты пікірсайысшы ретінде болған жігіттер пікірсайыс тастап анаған кетіп қалды. Ол жақта жүріп олар пікірсайысшы ғой. Ол жақта басқа істеу керек та. Олар соған былай айтқанда трендке, тенденцияға ілініп кетті. Ішіндегі, айтсам болады, мықты жігіттер, қыздар олар алып кетті қарай, бірақ основной поток қалып қалды. Сол себепті бұл мақалаға да қатысты. Мақаланы негізінен сіз сырттағы трендтерге байланысты емес, өзіңіз ішіңізде көріп жүрген заттарға қатысты тақырып алсаңыз күштірек болады. То есть қарапайым өзіңіздің мәселелеріңізді көтеріп болатын жай заттар. Көптеген өнім, мысалға, білесіздер ме ана? Кім басқа қалаға самолетпен барды, пойызбен барды? Біразыңыз барыпсыздар. Жалпы білесіздер ғой, тележка на колесиках деген бар ғой. Колесикпен жүресің ғой, сүйреп, аэропорттан видео түседі ғой. Вот сұрақ, сол нарыққа 1960 жылдар енді шықты, пайда болды. Бірақ 1990 жылдарға сұранысқа ие болды. Неге деп ойлайсыздар? Қандай пікір бар? Почти 20-30 жыл бойы ол керек емес деп ойлайды. Не үшін актуальность болмайды? Шақтар асылды. Логично. Жиырма бес жыл бойы сөйтіп жүрді ме енді? Ол да бар, бірақ ол кезде уже дамып кеткен негізі пойызда болған ол заманда. Оларда пакетті ұстау ыңғайлырақ болды. Айген пакетті ұстау ыңғайлырақ. Аха, фильм жақсы. Маркетинг дұрыс болған шығар. Жетіктеушілік болады ма? Бір топ өкілдері ұстайды. Бізде қазір бәріміз алдымызда. Тренд кейін деп солай, шамалы жақын, қиялымызды шекеп айта салайын, уақыт алмайын кішкене. Негізі 60-70 жылдары ер азамат бүйтіп сүйреп жүретін болса сумканы, ол қоғамның пікірі бойынша ол әлсіз көрінетін. Ойына үстімелеп көтере алмай ма, сумканы күші жоқ па деген деп айтатын еді қоғамда. Ол бізде ғана емес, Еуропада. Ал екінші жағдайда әйел адам өз сүйіктісін айтатын еді сыртынан. Ой, мынаның ер азаматы жоқ па сумкасын көтеріп беретін, байқұс осы деп қандай. Сондай көзқарас болатын. Бірақ 90 жылдардан бастап нарықта өзгеріс болды. Ажырасу көбейді, эмансипация, әйелдердің құқығы көбейді, басқасы деген сияқты. В общем, былай айтқан кезде бағаналықтар қатты маңызды емес болып кеткеннен кейін қоғамға жаңағы өнім өте бастады.
түсіндіңіз ғой, иә? То есть бұл не? Бұл өнім, то есть адамның ішінен шыққан, может жаңағы оны өндірген адам өз мәселесін көрген шығар. Бірақ ол сол себепті кез келген тақырыпта жазсаңыздар да тіп мүлде жаза беріңіз, тайсалмаңыз. Мысалы ретінде қызық айтайын сіздерге, рухани жаңғыру білесіздер ма? Рухани жаңғырудың толық атауының ішінде адами капитал деген сөз бар. Рухани жаңғыру адами капиталды дамытудың несі деп факторына бірдеңе деген болды. Мен қызық айтайын сіздерге осы өз өмірімнен. 2016 жылы мен оқуға түскен жылы бірінші семестрде философия сабағының ағайын айтқан мақала жазып форумға қатысқан автомат қойып беремін деген. Біз онда ризамыз, сөз жоқ дедік те, тақырып мына деді маған. Тақырыптардың ішінде адами капитал деген тақырып тұрды. сөйтіп мен ағасы алдым да интернеттен оқыдым, как раз пікірсайыспен ауысып алдым да Қазақстандағы адами капитал дамымаған туралы айта бастадым. Бізде жұмысшыны жұмысшы ретінде көрмейді деп андай жас болған кезде болды ғой, оранжыл популизм болды ғой. Сөйтіп форумға қатысып айттым, бүкіл отырған комиссияның 5 мұғалімнің төртеуі де маған қарсы хейт айтқанда қарсы пікір айтты. Сен не айтып жатрсың, бұл түк керек емес бізге, бұл Қазақстанда өзекті емес, бла көп хейт болды. Шынында ойланып қалдым, не үшін таңдадым деген жерде ойланып қалдым. Сөйтіп қатыспаймын деп жүре бердім. 2 айма 3 ай өтті, жаңа жыл болды. Жаңа жылдан сабақ басталды. Сол кездегі президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жазып, рухани жаңғыру адами капитал негізгі капитал негізі. Сөйтіп бағана 4 оқушы алады да өздерінің сабақтарында адами капитал тақырыбы бойынша шаралар өткізе бастады. То есть көрдіңіз ғой, иә? Сізге тақырып ұнауы мүмкін. Сіз мәселені ұсынасыз, ол осы уақыт өзекті емес болуы мүмкін, бірақ уақыт өте келе өзінің өзектігін табады. Немесе қазір табуы мүмкін. Біз білмейміз. Мысалға, мен жақында Мақсат Халық деген ағамыздың сайлау үгіт насихат жұмысында жүрдім. Аймақтарды араладық, көрдік. Ауыл аймақтарда білесіздер, жол жоқ, су жоқ, су болса жер астынан қазып алады, немесе газ жоқ, базовый біз өзіміз қалада көріп үйреніп қалған дүниелер аймақтарда жоқ. Тіпті қаланың өзінде мәселе көп. Кейде ол тақырыптарға жазғым да келмейді. Осы тақырып жазатын болсақ, адамдар жаман қабылдайтын шығар мен деп. Жоқ, біз осы тақырып бойынша жазатын болсақ, көтеретін болсақ, шатаспасам, осыдан бір жыл бұрын ғой, Мерей ханым қазақша жазып қозғалысы, сол қозғалысқа қатысты мақала жазып, конкурсқа қатысты ғой, мақала шығарды. Ол кісі жеңіске жетіп бір форум бұл жерде танымал болды ма? Яғни осы уақытқа дейін қазақ тілінің дәріптеуі бойынша ғылыми жұмыстар жазылмаған. Ол кісі өзінен алды, жазып шықты, өтті. И бұл осыдан басталып бағанағы Гаубе Акемді негізі мақала болып бастаған ғой, ол баста. Оны адамдар әшейін мақала ретінде шығарған, оны кітапқа айналдырған, тағы не айтылған несінде осындай болған. Көптеген теориялар бар. Тіпті не? Осы қысқасы экономикада, ол жалпы айтып келгені, тақырып таңдаған кезде өзіңіз қандай мәселені сезіп көріп тұрсыз, сол туралы жазған абзалырақ, чем тренд тенденция. Өйткені тренд тенденция ол кетеді, ұмытылады. Мысалға, Мұрат Әбділда танымал болды кезінде, дұрыс па? Қазір ол ағамыз отыр, шыққаннан кейін танымал болды, ол классика. Бір кісі қазір танымал болып жатыр, трендте жүр, Данияр, ол ұмытылады. Ганвест алдында танымал болды, ол өшіп қалды. То есть тренд тенденция ол қазіргі заманда оған елігу, оның артынан жүру, ол аса бір не емес, тиімді емес. Сол үшін құрметті пікірсайысшылар, барынша мақсаттарыңызға, өздеріңіздің ішкі тыңдауларыңызға, талауларыңызға қатысты тақырыптарыңыз абзалырақ болады. Негізі, кез чемпионаттар бізде көп жағдайда қатты бір көп ұйымдастырмайды. Ұйымдастырылса, вокал ұйымдастырылады. Енді айтқым келетіні, бізде көп жағдайда ол ағылшын тілінде ұйымдастырылады, ағылшын тілінде. Кемер университетінде, КБТУ-да басқа ұйымдастырылады көп жағдайда. Қазақ тілінде ұйымдастырмайды. Мен өткен жылы ұйымдастырудың себебі сол болды да, өйткені неге біз қазақ тілінде спорт туралы сөз көп, мәлімет көп, дін туралы жеткілікті, әлі шейін болып жатыр, оның өз адамдары бар. Не тағы да? Саясат туралы әңгіме көп, басқасы туралы әңгіме көп, кәсіп туралы әңгіме көп. Неге біз ғылым туралы қазақ тілінде көп сөйлемейміз деген сұрақ туындады да, келісімге ұйымдастырдық. То есть сіздерге мүмкіндік өте бар ғой мына кезде. Егер чемпионаттар көп жағдайда сайттардан іздейді университеттердің, біріншіден сайттардан. Егер мүлде жоқ болатын болса, қоғамдық қорлардан іздейміз. Бейресми қоғамдық қорлар болады. Егер ешқайсысы жоқ болса, өзіңіз ұйымдастырыңыз. Өте қызық болады. Ұйымдастырсаңыздар, ол проблема емес мүлде. Өйткені көбісі ойлайды, мысалы бізде келісімшарт маркетинг бойынша болды, біз 4 компанияның таптық басшыларын звондап сөйлесіп,
кейстеріңіз бар ма, проблемаларыңыз? Олар иә деді, өздеріне қызық болды, мен ойлаған жоқпын, қызық болды, кәдімгідей қызық болды. Олар тек қана бір зат сұрады. Жүгіре қолына өздеріңіз сыйлық бердіңіздер, біз сұрамаймыз дедік. Ақша ештеңе өйткені олар қарыздар бақылатын зат болды. Біріншіден айттық, жеңімпаздарды мүмкіндік болса практикадан өткізсеңіздер. Университетте практика болады ғой, иә? Практика болады бұл жағдайда. Там таныс туысқаныңа барасың, тоғызын печать қойдырып аласың и жабық дорама бересің, иә? Барасың да, жоқ қол деп қойды, ауыр еді, өте ауыр еді, бірақ шынымен кейде барасың да бір қалай айтсам, рутина жұмыс істеп тұрасың. Сіз мүмкін жаңадан істегіңіз келетіндер. Сол себепті ол компания өкілдері бізге өздерінің кейстерін берді, бәсекелестіктен ешкімнен қорықпай, балалар талқылады, орын алды, былай айтқанда қызықты болды. Бірақ қана шара болды, ол вокалдар амойында болды да. Пікірсайысшылар, негізі пікірсайысшылар вакуумда іште ғана бір-бірін басып жүріп емес, сыртта көре жоба істесеңіздер, сіздерге пайдасы қайсысын көбірек кетті да. Сайттардан көріңіз, басқасынан көріңіз, дым болмай айтса, өздерін ұйымдастырыңыздар. Бұл ноу-хау болады, оған бір андай ресурс керек жоқ. Компанияның өздерінен мектеп немесе оқу орны аудитория берсе, оған былай рахмет дейсіз. Кәсіпкерлерден өзіңіз фейсбук етесіз, гранттан шығаруға шығып кетеді, кішкене болып ұйымдастырып көріңіздер. Уақыт өте келе бұл тенденция үлкен көмек береді. Бұл практика, бұл айтқан кезде кәсіпкерлер мен студенттер арасындағы көпір болады, алтын көпір дейді, екі қата жақтың сол сияқты. Так, уақыт жағынан қалай болды Мерей ханым бізде? Қанша минут қалды менде? Уақыт жағынан сізде 7 минут бар, содан кейін брейк тайм. 7 минутқа бір-екі сұрақ қойып жіберсеңіздер, сонымен тағамда пікірсайыс бойынша жалпы. Пікірсайыс әлем бойынша, может, сізді мазалап жүрген сұрақтар бар шығар. Осы бойынша. Қоя беріңіз. Выгорание ма айтқан кезде жеке менде иә болады, андай ғой, сізге Фейнман әдісін білесіз ба? Фейнман әдісі деген бар, бір затты өзің үйренгің келсе, сол затты түсінде 6 жастағы балаға 5 жастағы балаға түсіндіріп бер дейді. Түсіндіңіз ба? Мен көп жағдайда егер жаңағы ғылым негізі ол сөздің турасы, ғылым білім бұл андай барлық міндетті, барлықтарыңыз ғылыми мақала жазуға міндеттісіздердің дүние емес. Ол өзінің интеллектуалды әлеуетін жетіп қана істеу керек та. Енді жаңағы ситуацияға келетін болсақ, енді білмеймін, может, защитный механизм шығар өзінің өмірінде соқтыларға, иә, бәлкім. Менің ойымша енді выгорание болады, иә, кәдімгідей кейде болады, ғылыми мақала жазасын, ойлайсың, жазып жатырмын, жариялап жатырмын, осыдан қарағанда мүмкін барып ана зат істеген артық шығар деген сұрақ туындайды. Бірақ мынандай зат болады, мәселе неде, мәселе өзіңізде. Негізі Құдай тағала маған осы затты беріп тұр ма? Осы ойды салып тұр ма маған? Осы затты істей аласың деген сенім беріп тұр ма? Мына мен істей беремін. Түсіндіңіз ба? Сенім мәселесі бұл жақта. Егер күмән қоятын болсақ, онда андай ғой, нигилизм деген зат бар. Білесіз ғой, иә? Нигилизм деген барлығын жоққа шығару. Ол әсіресе енді сіздердің буындарыңыз более андай оптимистичнсіздер ғой, бірақ сіздерден сәл үлкен 99-2000 және 98 жылғы буындарда нигилизм көп та. Оған ештеңе өзгерте алмаймыз, қызық емес деген сияқты. Сол себепті мен ойлаймын, егер сіздің айтқан затыңыз басқалардың деңгейі, басқалар түсінбейтін деңгей болса, бұл жақта мәселе оларда емес, сізде болып тұр. Сіз оларға, олар үшін маңызды түсіндіре алмай жатсыз да. Кішкентай балаға, 5-6 жасар балаға, одан кіші балаға шайнекті ыстық түсіндіру қиын да, дебаты көп болатын мысал шығар, иә? Мен ситуацияда лучше оның деңгейіне түсіп, сен де қолын күйдіріп, айбай деп өтіріп, айқайлап, жылап, оған көрсету керек, сіз біледі ол жасына. Ол өте өйтпеймін, өзі біледі деген сияқты. То есть, барынша сол деңгейге түсіру, негізі пікірсайысшылардың проблемасы біз бағанағыдай. Әсіресе көп информация оқитын проблемалар, мысалы мен сияқты кезіндегі бұл біз әдемі терминдер біліп аламыз, бірнеше күшті терминдер біліп аламыз.
одан кейін сол терминдерге жалпы аламыз, оны өзіміз күшті түсінеміз. Ана мен пікірсайыста бір ағамыз болатын, Қасымбек Қожа деген сол кісі априори деп көп айтатын да. Мен түсінбейтінмін ол не екен. Магистратураға түстім, диплом жасаған кезде түсіндім. Априори деген мынау екен ғой. Түсініксіз ба? Яғни біз барынша түсінікті болу керекпіз адамдарға. Аудитория сенемін. Пікірсайыс деген бұл тек қана біреуді жеңіп, табиғи етіп, одан ләззат алатын іс емес. Ол үшін басқа да заттар бар, негізі өмірде көп деген. Пікірсайыс бұл халықты, адамдарды түсіну, төрешінің жүрегіне жеткізу. Соңғы осы уақыт қалды ғой десем, алдында сайлау үгіт насихатында аймақтарға бардық, Абакөл ауданына бардық, өзі сол аудан тумасыны. Бұл біздің аудан өте қиыр шығыстағы аудан, депрессивті аудан, адамдары ешқандай неге сенбейді, өмірге сенім аз, адамдарға сақтар. Сол кезде сондай аудитория жиналса да, солардың жүрегін түртіп оятып алатын спикерлер болды. Бірақ спикерлер болды, которые оны түсінбейді. Айырмашылығы неде? Бірінші спикер ол пікірсайысшы болды да, бұрынғы. Екінші спикер ол кәдімгі кәсіпте жүрген адам болды да, ол пікірсайыс механизмін білмейді. Пікірсайыс ол тек қана біреуді жеңу емес, ол ойы жеткізу. Мүмкін бағанағы пікірсайысшы аудиторияны түсіне білді. Біз көп жағдайда осыны жұмыс істеу керек сияқтымыз деп ойлаймын, жеке басым. Жақсы, не? Соңғы жоқшылар, иә? Ал жарайды, соңғы сұрақ. Мақаланы да? Пікірсайыстың, енді білмеймін, мен мысалға Жарасбек Ақбауовтен ағам мысал келтірейін, ол кісі қаржыгер, кез келген кейсте ол кісі экономикалық қаржылық факт келтіреді, аргумент келтіреді. То есть ол кісі пікірсайыспен айналысу, пікірсайысты сабақтан тыс көрмейді. Ол кісіге университеттің теориялық білімі бар, соны ол кісі практикада пайдаланады дебаттар. Мен тіпті есімде бір жағдай болған Адияр деген жерде айттым ғой, біз бір рет екінші орыспыз, пікірсайыста енді ғана ойнап келе жатқан кезіміз, Ырзабаев Дәулет деген адам келді ме кеше? Ырзабаев Дәулет деген турнирге шығамыз, ол кісі мамандығы ол кезде маркетинг ауысып кеткен қаржыдан. Сол кезде тақырып мынандай болады, прогрессивті салық туралы болады. Прогрессивті салық деген айлар көбірек төлейді, келгендер азырақ төлейді деген болады. Шыны керек, мен маркетологпын, мен ол кезде маркетинг енді келдім, оны түсінбеймін. Дәулет былай түсінеді. Қарсы тарапта бізде өте мықты пікірсайысшы ағамыз Еркен деген, Еркебұлан Әліпбай деген ағамыз болды, ол Назарбаев университетінің несі, экономист аяқтаған маманы Назарбаев аяқтаған өте мықты. Қасында Абай Пұрмағанбет деген мықты ағаларымыз ойнады, ол қарсы тұтқанбыз ағаларымызға. Сол кезде ойында ойлаймын ғой, бірде сегіз сондай, жоқ бірде 16, бірден 6 болып кетті, ойлаймын, біткен жеріміз осы екен шығар. Деп, бірақ айтып қойды, маңай теориясында экономика тақып отырсында ұят болады деп айта береді да қайта. Отырсақ та ұят болады деп тұрғанбыз. Бір уақытта ар жақта Алдияр деген жігіт, жаңа айттым ғой, өзім осы саланы жақсы түсінетін адам, осы кейс бойынша өзі кәдімгідей мәлімет қойып тастаған екен да, кейсті, құрылымды бар, қалай дұрыс жасау керек. В общем, алғанда бізге прогрессивті салықтың тиімді процент есептеп берген ғой. Ойлаңызшы, экономика министрлігі, ұлттық банк есептейтін затты өзі істеп берген ана кісі. Оны бізге шақыруға түсіндіріп береді 5 минут. Біз оны қабылдап аламыз, сан есімде алып мен өткеттім даже сол кезде бір айттым. Сөйтіп қарсы тарапқа шығамыз да, олардың айтқан сөздің бәрін бағанағы аудиторияның фактісімен жоққа шығара береміз. Сөйтіп бір уақытта төрешілер отырған ішінде қаржыгерлер отырды да өздері негізінен олар түсініп тұр. Біз ұтып кеттік сол ойында. Құдайдың жолымен бір келесі отырып қалдық енді. Бірақ сол ойында ұттық. Ол мен үшін бір тарихи ойындардың бірі болды. Үлкен ағаның қарсы түсті. Яғни бұл не? Алдияр мырза пікірсайыста бір андай көптеген жеңімпаз емес, бірақ арамызда жүрген кейс қойып беруші адам болды да. Ол кісі өзінің алатын алды, қазір аудит саласында жұмыс істейді. Қазіргі уақытта мен ойлаймын, ол кісі алдағы 5-6 жылдың ішінде, немесе 10 жылдың ішінде мемлекеттік қызметте жаруы мүмкін. Ол үшін қалай керек? Ол мүмкін емес, нақты айтатын адамдар сіздерге. Руслан Жетібай, пікірсайысшы. Қазақстан біздің еліміздің президент баспасөз хатшысы. Маркетолог, азаматтық пікірсайыс қозғалысын бастаған, қазіргі уақытта АПА-да хатшы. Айдос Маруан, пікірсайысшы, тоже бірнеше маркетолог, бірнеше турнир тұтқан, қазіргі уақытта ПТРК дейді, президент телерадио компаниясының проект менеджері. Ол кісінің қасында Сапарбек Жақсылық деген жігіт бар. Ол жігіт президент шимобиографы Тоқаевтың. Пікірсайысшы. Яғни көріп тұрсыз ғой, пікірсайыс
бойынша негізі мамандық дамытуға болады. Бұл өзіңіздің таңдауыңызға байланысты. Кейде пікірсайысшылар болады, мамандығы ұнамайды, грант үшін түсіп қойған, пікірсайыс ұнайды, сөйтіп жүреді, иә, пікірсайыс ойнап, ол да жақсы. Ол өзіңіз табуға көмектеседі сізге. Мүмкін сіз ветеринар, мүмкін сіз экономист, бухгалтер, филолог емессіз, психолог емессіз, мүмкін сіз журналист шығарсыз, мүмкін сіз басқа зат істейтін шығарсыз. Сол себепті өзіңізге байланысты тағдыр. Жауапкершілік. Негізі алдыңыз бірінші курс бар, аяқта бірінші курс. Бірінші курста. Қыздар, алдында мен студенттеріме сұрақ қоямын. Енді ойлап қалмаңыз, бір андай апайсыз азаттым. Сұрақ қоямын, қалай ойлайсыздар, оқыған студенттер? Сіздерге сол сұрақ болсын. Қалай ойлайсыздар? Қазақстанның дамуы үшін бір мықты басшы керек па? Жоқ. Пікірсайысшылар жоқ дейді. Бірақ бағанағы студенттер барлығы бір ауыздан иә деді да. Таң қалдым да. Қалай ол, иә, қалай сіздер? Яғни бізде сол бір кезеңдерде қалып қалғанда, өзінде санамызда қалып қалған, что жауапкершілікті біреу бізге айтып береді. Сол бойынша жүре береміз. Түсіндіңіз ғой? Менің бағана жауаптарым барлығы байқасаңыз өзіңізге қатысты бәрі. Өзіңіз осы мамандық үшін жауапкершілік ала аласыз ба? Мамандығыңыз не? Құқықтанушы. Осы сала бойынша ала аласыз ба? Осы сала бойынша мәселелерді шешемін, осы бойынша өзім көремін десеңіз, онда иә, жағы жоқ, белгілі жеткен кезде керемет. Иә? Ал егер бұл жолмен жүретін болсам, пікірсайыста өзіңіз көресіз жалпы. Қалай болады, мысалы, нарыққа қалай болып отыр. Егер мысалға ауыл шаруашылығын көресіз, дейсіз, мәселе бар екен, мен осы мәселені ұстап, осыны шешпесем, ұйықтай алмаймын десеңіз, онда өз мамандығыңызға қалай дейсіз. Пікірсайысты пайдалануға болады мамандықта. Мақала жазу сонымен бір критерий, бір жолы. Просто жолы, сеніңіз. Жақсы, уақыт аяқталды ме? Уақыт аяқталды. Рахмет көп қосылыңыз. Сізге Алматы Пікірсайыс Федерациясы атынан сыйлықты. Қазір табысталатын болады.